Алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ұнға какао, разрыхлитель қосамыз да венчикпен араластырамыз. Жұмсақ сары майға қантты салып миксерлейміз. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз. Әр жұмыртқа салған сайын миксерлеп отыру қажет. Одан кейін масымыз көтеріледі, пышный болып ағарады. Одан кейін жаңағы құрғақ ингредиентімізді салып миксерлейміз. Одан кейін сүт құямыз. Осылай кезекпен кезек құрғақ ингредиентпен сүтті араластыра отыра миксерлеп барлығын араластырамыз жақсылап. Соңында қызыл краситель қосамыз, 1 шай қасық. Тағы да араластырамыз. Қамырымызды 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз да 16 диаметрлі формада 170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Кожымыз піскеннен кейін оның бетіндегі шапкасын алып тастаймыз да әр кожды 2-ге бөлеміз, сонда 6 кож шығады. Бетінен шыққан жаңағы бөлігін үгітіп 100 градуста 1 сағаттай кептіріп аламыз. Ішкі креміне менде мында 375 грамм сүзбелі ірімшік, 150 грамм клейгей және де 100 грамм қант ұнтағы. Мен төменде ингредиентте көбейтіп жазып кеттім. Менде бұл крем аздау болып қалды. Енді кожымызды жинаймыз. Жаңағы раздвижной кольцода жинауларыңызға болады. Кожды жинап болғаннан кейін оны тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Барлығы жалпы болғаннан кейін жан-жағын тегістейміз. Енді жаңағы крошканы үгітеміз блендермен. Уақ болу керек. Сыртқы креміне 300 грамм сүзбелі ірімшік, 100 грамм сары май және қант ұнтағы тегістеп кішкене кремін жағып аламыз. Сыртына крошка жақпай осылай қалдырсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша. Енді сыртына жаңағы үгітілген уақыталған крошкамызды кесткішкемен жағып шығамыз. Крошкамыз өте уақ болу керек. Мінекей барлығын жағып шығып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа немесе 2-3 сағатқа кремін сіңдіріп қоямыз. Біздің қызыл барқыт торты дайын. Өте дәмді, өте нәзік болады. Жасап көріңіздер.